Достар, сіздермен Нұргүл Жарамасан қызы алдыңғы видеомда баклажкадан осы ағаш үйді жасаған болатынбыз. Енді бұл ағаш үйдің сыртынан герметик жағатын болам. Ең бірінші мен ағаш үйді қара краскамен краскілеп алғанмын, және де сабынды сумен сабындап герметик жағатын боламыз. Сабындап алып кептіріп герметик жағатын боламыз. Менде Титанның прозрачный герметигі. Жалпы герметикті мынандай басындағы затымен жағатын болсақ, бір жағынан экономичный болатын болады. Герметиктен форма шығарған кезде ең бірінші слойын жақсылап жағу керек. Себебі ең бірінші слой узоры барлығы анық түседі. Жәймендеп қолымызды суға батырып отырып жағып шығатын боламыз. Герметиктің басындағы ұзын трубочкасымен жағатын болсақ, көп шылақ қалмайды, және де жұқа әдемі болып жағылатын болады. Маған осы ағаш үйге 2,5 герметик кетті. Алақанның көмегімен қолымызды сулап отырып, сыртын тегістеп аламыз. Дәл осылай кепкенше бір 4 сағаттай қоямыз. Менің герметигім кепті, мен сыртын сабындап алып, жәймендеп пена құятын боламын. Ең бірінші кардонын кигізбей пенасын құйып алсақ, бір тегіс болып, анық болып шығатын болады. Барлық жеріне пена құйып, енді кардонын жауып, қалған жеріне пенаны құйып тастайтын боламын. Дәл осылай бір күнге қоямын. Менің пенам кепті, жәймендеп скотчын ашып аламыз. Жалпы көтеріліп кетпеу үшін скотчты ұстауға болады пена құйған кезде. Жан жағындағы пеналарды пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймын. Пышақты жәймендеп герметикке тигізіп алмай кесіп алатын боламыз. Жәймендеп ашсақ, анық ашылатын болады. Біз герметикте сабындап алғасын пенамыз жабыспайды. Жәймендеп формамыздан шешіп аламыз. Қалай болып шыққан бірге көретін боламыз. Мына пластилин нелер жабысып шықты. Фетр болғандықтан мына формамызға жабысып, узорын шығарды, жәймендеп алатын боламыз. Краскілегеннің бір жақсы жері, маталарда краскілеген жақсы, болмаса лактаған жақсы. Себебі мата қанша дегенмен герметикке жабысып қалады. Біздің оюларымыз анық түскен герметикке. Ана краскілерді жайлап алынса алып тастаған жақсы. Себебі біз гипс құйған кезде олардың барлығы шылақ болып түсетін болады. Әр гипс құйған сайын краскілер гипске жығылып кететін болады. Келесі видеомда осы формаға гипс құйып қалай шығатынын бірге көретін боламыз. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.